Аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, келе жатқан жаңа жыл мейрамдарыңыз құтты болсын. Міне сіздерге мен қазір жаңа жылға қатты дайындалатын адамдар үшін өзі оңай, өзі әдемі, дастарханның өте сәндік беретін осындай шырша салатын жасайтын боламын. Алдымен міне пияздан бастаймыз. Пиязды бөліп төрт бұрышты етіп тураймыз. Қызып тұрған майға пиязды қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Пиязым сап-сары болып қуырылып бітті. Бойындағы ащысы тарап, енді бұл салқындап тұрады. Келесі кезекте міне жұмыртқамызды төрт бұрышты етіп турай береміз. Бәрін бір ыдысқа турап салып аламыз. Келесі кезекте міне сәбізімді тураймын. Оны да төрт бұрышты етіп. Міне менде докторский колбаса шұжық бар екен. Бұған салатқа қандай істесеңіздер де, не қоссаңыздар да өздеріңіздің қалауларыңыз біледі. Горох көк бұршақ дейді ғой, соны суын сорғытып қойғанмын. Мына жүгер екеуін, соны қостым. Міне бағанағы сап-сары етіп қуырған жуа пияз дейміз ғой. Соны қосып жатырмын. Міне енді укропымызды турап аламыз, ақ желкенді. Дәмдеуішке қара бұрыш саламыз. Татығанша тұз саламыз. Тұзды да көп салудың қажеті жоқ. Енді жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте майонез саламыз. Міне салуды бастаймыз, бисмилля деп. Бұл шырша салаты, шыршаның көлемін түсіреміз. Міне шыршамыздың үстін жасаймыз. Енді өздеріңіздің әркімнің қалауы бойынша безендіресіздер. Қымбатты менің жаны жайсан көрермендерім, міне мен шырша салатын жасап болдым. Егер де сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, каналыма үлестеріңізді қосып, сіздер де осындай салаттар жасап, дастархандарыңызды безендіріңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.